Саламатсыздар ма? Мына анықтауыштардың, яғни екінші реткі анықтауыш және үшінші реткі анықтауыштарды есептейік. Бірінші 2-де 10. Бұны есептейтін болсаңыздар, түбір астағы мен түбір астағаны көбейтеміз. А пайда болады. А мен минус аны көбейтсеңіздер минус А. Азайтылған кезде ол плюс А болады да, жауабы 2А болады екен. Мұнан есептейік. Синус пен синус квадрат А, альфа. Мұна екеуін көбейтсек минус косинус квадрат альфа, бірақ ол анықтауыштың формасы бойынша азайту болғандықтан ол плюс косинус квадрат альфа. Сонда бұның жауабы 1. Ал мынаның формуласы А-ды минус Б-С болады. Ал енді мына үшінші реткі анықтауышқа келейік. Бұның есептейтін бізде арнайы алгоритм бар. Ал кейбір жағдайда үш бұрыш әдісі деп жатады. Сіздерге соны жаттатып қою мүмкін, бірақ сіздер оны жаттамай қойыңыздар. Ең бастысы мынаны қалай шығару керек екенін түсініп алсаңыздар, жеткілікті. Яғни жол немесе баған бойынша жіктелуі. Жалпы қарайық. Мынау бізде баған және жол деген ұғым бар. Мынау бізде тігінен баған, ал бұлай жолды білдіреді. Мынау бірінші баған, екінші баған, үшінші баған. Бірінші жол, екінші жол, үшінші жол. Ал енді бұл жіктейтін болсақ, біріншісі 5 көбейтілген, мұнда минус 1-дің, яғни бірінші элемент. Мен қазір жол бойынша жіктеймін. 5-ті жазамыз, одан минус 1-ді әрдайым жазамыз. Бірақ басында жазып алыңыздар, кейін түсінікті болғаннан кейін оны жазбай кете берсеңіздер болады. Қарайсыздар, 5 бірінші баған, бірінші жол ғой, сондықтан мына минус 1-дің дәрежесінде 1 қосу 1 болады. Көбейту, яғни 5-ті аласыздар да, былай сызып тастайсыздар. Сол кезде менде қалды 3, 2, 3, 1 деген анықтауыш қалды ғой. 3, 2, 3, 1-ді жазасыздар мұнда. Келесі, қосу, мен енді мына не арқылы жіктейін? Екінші жолдың екінші элементі. Яғни ол 2 ғой. Сондықтан 2 көбейтілген минус 1-дің бұл неше? Екінші баған, бірінші жол. Яғни ол 2 плюс 1 дәрежесі. Ал бұл жақта қалып отырған екінші реткі анықтаушымыз тура осылай. Мынаны былай сызып тастайсыздар тігінен. Сонда менде 4, 2, 2, 1 деген қалады. Соны жазамыз мұнда. 4, 2, 2, 1. Келесі 3-ті қарайсыздар. Мына 3-ті жазамыз. Одан кейін минус 1-дің бұл үшінші баған, бірінші жол. 3-ке 1-ді қосамыз. Тура осылай бағанағыдай сызып тастаймыз. Сонда бұны сызған кезде менде мынау біреу қалады ғой. 4, 3, 2, 3 деген. Соны жазасыздар мұнда. 4, 3, 2, 3. Ал енді есептейік. Есептейік дегенде мына жерден жаттап алыңыздар. Әрдайым біріншісі плюс, екіншісі минус, плюс, минус, плюс, минус деп ауысып отырады. Сонда бірден жазатын болсақ 5 көбейтілген 3, 2, 3, 1. Келесі азайтылған 2 еселенген 4, 2, 2, 1. Одан кейін қосылған 3 еселенген 4, 3, 2, 3. Енді міне көрдіңіздер ғой. Ал егер ана үш бұрыш формуласын жаттайтын болсаңыздар, ол мүлдем сіздерді шатастырады. Бұл алгоритм барлығына қолданасыздар. 4-ші реткі, 5-ші реткі, 6-ші реткі сөйтіп барлығын өстіп бір-бірден кішірейте бересіздер. Минор арқылы жіктеп. Ал енді есептейік. 5 көбейтілген 3-ке 1-ді көбейтсеңіздер 3, 3-тен 6-ны азайтатын болсаңыздар минус 3. Келесі бізде минус 2 көбейтілген 4, 4-тен 4-ті азайтасыздар. Сонда бұның жауабы не болады? 0 болады. Қосылған 3 көбейтілген, мұны екеуін көбейтсек 12, 12-ден 6-ны азайтсаңыздар 6. Мұнау сонда минус 15, минус 0 плюс 18. Жауабымыз 3-ке тең екен. Бұл, міне бұны осылай шығарасыздар. Келесі, бұның тағы да бір оңай жолы бар. Бұны бірден шығаратын болсаңыздар, қазір қиын болып кетуі мүмкін, бірақ үйреніп алсаңыздар өздеріңізге ыңғайлы. Бірінші қарайсыздар, мынаның ішінде бірді беретін элемент, бір өте қарапайым бір элемент қарайсыздар. Ол міне 1. Яғни мен қараңыздар, бұны түрлендірем. 1-ді минус 2-ке көбейтіп, мына қатарға қосамыз. Бұл түрлендіру әдісі арқылы. Яғни ең астыңғы жолға тиіспейсіздер. 2, 3, 1 өзін жазамыз. Ал астыңғы жолды түгелдей минус 2-ке өйтіп, мынаған қоссақ. Минус 2-ке өйтсек, минус 4, минус 4-ке 4-ті қоссаңыздар, 0. Минус 2-ке өйтсеңіздер, минус 6, минус 6-ға 3-ті қоссаңыздар, минус 3. Минус 1-ді минус 2-ке өйтсеңіздер, минус 2, минус 2-ке 2-ні қоссаңыздар, 0 болады. Тура осылай енді минус 3-ке көбейтеміз. Минус 3-ке өйтсеңіздер, минус 6, минус 6-ға 5-ті қоссақ, минус 1 шығады. Минус
3-ке көбейтсеңіздер минус 9, минус 9-ға мынаны қоссаңыздар минус 7, минус 3-ке көбейтсеңіздер минус 3, минус 3-ке мынаны қоссаңыздар 0 болады. Ал енді көріп тұрғандарыңыздай, мен мынаны баған бойынша жіктей салайын. Бәрібір мына алғашқы екеуім 0 болады, сонда тек мынау ғана қалады. Бұл 3-те 3. Сондықтан бұны есептесеңіздер, бізде қанша шығады? Көріп тұрғандарыңыздай, қазір бағанағыдай жазайық. 0 көбейтілген минус 1-дің, бұл 3-ші баған, 1-ші жол. Сондықтан 3 қосылған 1. Бәрібір мынау 0 болып тұр, я? Кез келген санды 0-ге көбейтсеңіздер, мына екеуін жазбаймыз. Тек мына ең соңғысын жазамыз. 1 көбейтілген минус 1-дің, бұл 3-ші жол, 3-ші баған. Сонда 3 қосылған 3 көбейту. Бұлай сызып тастайсыздар. Сол кезде менде тек мынау ғана қалды ғой. Минус 1, минус 7, 0, минус 3. Есептейтін болсақ, мына екеуін көбейтсеңіздер, 3 шығады. Мынаудан бәрібір 0 шығады. Жауабымыз бәрібір не шықты? 3 шықты. Келесі, меніңше бұны түрлендіру әдісін сіздерге енді өтетін шығар алдағы уақытта. Бірақ өздеріңіз жеке іздестіріп қарасаңыздар, бұның арнайы әдісі бар. Ал енді бағанағы әдісті бірден қолданып, мен мына 3-ші реткі анықтауышты есептеп кете берем. Яғни, жол бойынша жіктеймін. Бірінші 3-ті жазамыз. Уже таңбасы плюс болатын түсінікті. 3, 16, 2, 6. Яғни мынаны бұлай сызып тастадық. Келесі минус 1 көбейтілген 10, 16, 4, 6. Келесі қосылған 5 еселенген 10, 3, 4, 2. Ал есептейік. 3 көбейтілген 18, 18-ден 32-ні азайтасыздар. 18 минус 32. Мынадан есептейтін болсаңыздар, 60, 60-тан 64-ті азайтасыздар. Мынаны есептейтін болсақ, плюс 5, мынау 20. 20-дан азайтамыз 12-ні. Біріншісін есептейтін болсақ, 3 көбейтілген минус 14. Одан кейін мында минус 1, минус 4 көбейтсеңіздер, плюс 4. Мындан 8, 8-ді 5-ке көбейтсеңіздер, плюс 40. Так, мынаны есептейік. 14-ті 3-ке көбейтетін болсақ, 42, минус 42, қосылған 4, қосу 40. Жауабымыз қанша шығады? 44, 44-тен 2-ні азайтсақ, 2 деген шығу керек. Келесі 2-де 15. Енді бірден жазып есептей салайын мен. 9, одан кейін 1-ге 5-ті көбейтеміз. 5, 5-тен 8 азайтсақ, минус 3. Келесі азайту 8-ді жазамыз. 8-ді жазғанда 1-ді 6-ға өтсек 6, 6-тан 12-ні азайтсақ, минус 6. Қосылған 7-ні жазамыз. Бағанағы әдіс бойынша бірден ауызша есептеп кетіп жатырмын. Мұны екеуін көбейтсек, 12, 12-ден 15-ті азайтсақ, минус 3. Ал енді есептей салайық, минус 27, қосылған 48, минус 21. Мұны екеуін қосатын болсақ, минус 48. Мұны бәрібір 0 болады бізде. Так, келесі. Дұрыс па мынау бізде? Аха, 0 болады. Так, енді 2-де 16-ны шығарайық. Бұл да тура осылай 1-де жазамыз. 6, 6-ға 6-ны қосамыз. 12, минус 4 еселенген 9, 9-ға 5-ті қоссақ, 14. Одан кейін қосылған 3, мұны екеуін көбейтсек 18, 18-ден 10-ды азайтатын болсаңыздар, 8. Жауабы 12, 12-ге 24, 12 минус 56 қосылған 24 дейік. Яғни 36 минус 56 тең болады қаншаға? Минус 20-ны береді бізде. Бұл қайсы? Я, минус 20-ға тең болды. Келесі 2-де 17. Қазір. 2-де 17-ші есепті қарайтын болсақ. Бұны шығару үшін де бағанағыдай қолдана саламыз. Бірінші x-ті жазасыздар. Одан кейін мұны екеуін көбейтсек.
x квадрат минус мынау болады да, ол плюс а квадрат деп береді. Келесі азайтылған, ол мынау екінші элементім а. Жақшаның ішінде уже былай сызамыз ғой, былай, және міне былай сызып тастаған кезде мына анықтауыш қалады, яғни ax плюс аның квадраты болады. Және енді қосылған а, яғни ең соңғысын былай сызған кезде бізде а xa деген қалады. А мен аны көбейтсеңіздер а квадрат минус ax болады. Ал енді жақшаны ашып жіберейік. x-тің 3 дәрежесі қосылған а квадрат x минус а квадрат x минус а-ның 3 дәрежесі қосылған а-ның 3 дәрежесі азайтылған а квадрат x-ті болады. X-ті береді. Ал енді мына жерден а куб пен а куб жойылады. А квадрат x пен а квадрат x жойылады. Сонда менде қалып отыр x куб азайтылған а квадрат x қана қалады екен бізде. Так, келесі 2-де 18. Бұны есептейтін болсақ, бағанағыдай түрлендіру әдісін қолдана салсақ болады. Ол үшін мен былай істей салайын. Түрлендіру әдісі мынандай кезде өте оңғайлы. Аға мына бірінші жолды тиіспейсіздер. А минус а күйінде қалдырасыздар. Ал енді осының барлығын мына астың жолға қойсақ, аға аны қоссаңыздар 2а, мұны екеуін қоссақ 0, мұны екеуін қоссақ 0. Келесі, мынаған мынаны қосамыз. Не шығады бізде? 2а. Мынаған мынаны қоссақ минус 2а, мұна екеуін қоссақ 0 шығады. Сонда мен мына баған бойынша жіктей салам. Себебі қалған екі элемент 0 ғой бізде. Немесе мына жол бойынша былай жіктей салсаңыздар болады. Бірінші мұнда мына жол бойынша жіктейік. Жол бойынша емес, мына баған бойынша жіктейік, көресіздер. Яғни оны кезде қалай болады? А, бұл бәрібір үшінші баған бірінші жол, екеуін қоссақ 4, минус 1-дің 4 дәрежесі жұп болады да, сондықтан мына жақта анықтауыштың ішінде бізде 2а, 0, 2а, минус 2а деген болады. Ал есептейтін болсақ, минус 4а квадрат, сонда бұның жауабы минус 4а куб деген шығу керек. Ал енді мен мына 2а арқылы өрнектейтін болсам, бұл бірінші баған, екінші жол, дәрежеміз қандай болып тұр? Тақ болып тұр, сондықтан алдына минус шығады. Енді осыны аламыз да, былай сызып тастағанда бізде не қалып отыр? Мына анықтаушта қалады. Минус а, минус 2а, 0 деген қалады. Есептейтін болсақ, минус 2а, мынау бәрібір 0, минус 2а квадрат, ол бәрібір минус плюс болады да, көбейтілген 2а-ның квадраты. Екеуін көбейтетін болсақ, минус 4а-ның 3 дәрежесі шығады. Сонымен көріп тұрғандарыңыздай бәрібір қалай есептесеңіздер де жауап бірдей шығады. Ал егер бұл қиын десеңіздер, мынамен қолдансақ болады. Бағанағыдай жіктеу. А-ны жазасыздар. Одан кейін мына жақта мынамен мынаны көбейтсек. Минус а квадрат, мынамен мынаны көбейтсек, плюс а квадрат, минус а квадрат болады. Келесісі, минус болғандықтан бізде негізгі формула бойынша минус, және мына минуспен ол плюс болады да, а. Жақшаның ішінде былай сызып тастағанда, мына екеуін көбейтсек, минус а квадрат, мынау бәрібір плюс а квадрат деген шығады. Келесісі, ең соңғысын жазам, былай сызып тастайым. Мына екеуін көбейтетін болсақ, минус а-ның квадраты, және де азайтылған а-ның квадраты болады. Ал енді мынаны есептейтін болсаңыздар, бұл а, мына минус 2а квадрат. Сонда минус 2а-ның 3 дәрежесі қосылған 0, одан кейін азайтылған 2а-ның 3 дәрежесі. Бұдан бізде не шығады? Минус 4 еселенген а-ның 3 дәрежесі шығады. Сонымен көріп тұрғандарыңыздай қалай есептесеңіздер де бәрібір соңында шығатын жауап бірдей екен. Немесе сіздерге жаттатып қоятын болса, ана үшбұрыш формуласын қолдана берсеңіздер болады. Былай. Сонымен біздің міне анықтаушыға байланысты есебіміз осылай шығады екен.